Таиланд транс еркектердің арасынан әлем бойынша бірінші орында. Мына қыздарды негізінде еркек деп кім айтады я? Сосын не үшін мына әйелдер мойындарын бұлай ұзын қылып алған? Бұның несі оларға әдемі болып көрінеді? Не үшін таиландтықтар ағашпен тұрмыс құрып жүр? Ал мына күшікті бір рет мазақтаған адам 10 жылға түрмеге отырады екен. Ол қандай ит сонда? Мына жыбырлап тұрғанды қалай адамдар тірідей жеп жатыр? Сосын не үшін таиландтағылар мына куклаға бөпеге қарағандай оған тамақ беріп киіндіріп қарап жүр? Ютубтағы әлемнің түнегі бағдарыма именно Таиландты зерттеуімді сұрап жүргендеріңізге біраз болды. Как всегда, сіздердің айтқандарыңызды тыңдаймын ғой. Ал кеттік олай болса, қазір ғана ютубқа жаңа Таиланд жайлы видео салдым. Ауыздарыңыз ашылып қалғаннан сілекейлеріңіз ағып кетпесін. Видеоны көру үшін ютубқа кіріп Диана Кю деп жазсаңыздар болды. Или қасына Таиланд деп те қоса салыңыздар. Алдыларыңыздан видеоның өзі шыға келеді. Ютуб каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Мақұл?